Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Біз бүгін химиялық тепе-теңдіктің ығысуы Le Chatelier принципін қарастыратын боламыз. Ең бірінші, химиялық тепе-теңдіктің ығысуына бізде концентрация әсер етеді. Жалпы Le Chatelier принципі бойынша сыртқы жағдайлардың біреуін арттыратын, көбейтетін болғанда, оның азаю жағына қарай жұмсалады деген тұжырымы бар. Яғни тепе-теңдік күйдегі реакцияда біреуінің концентрациясын арттыратын болсақ, тепе-теңдік сол заттың жұмсалу бағытына қарай ығысады деген. Яғни, мысалы, реагенттің концентрациясын арттырып жатырмын, онда оның жұмсалу жағы реагенттің концентрациясын арттырсам, өнім жақ, өнім жаққа қарай ығысады. Ал енді керісінше өнімнің концентрациясын арттыратын болсам, өнімнің жұмсалу жағы бізде қарама-қарсы, ол реагент жақ, сол жаққа қарай ығысады екен. Енді жалпы бізде реагент, өнімді білесіздер, реагент ол әрекеттесуші заттар, ал өнім ол бізде реакция нәтижесінде алынған зат. Тепе-теңдіктің ығысуы не үшін керек? Тепе-теңдік ол қайтымды реакциялар бар, бізде реакция оңға да солға да реакция жылдамдығы тегескен жүйе тепе-теңдік болады. Сол кезде бізде реакция нәтижесінде екі жақта түзіліп жатыр, екі өнім де түзіліп жатыр. Соның біреуін ғана алу керек болады. Сол кезде бізге осы тепе-теңдікті ығыстыру факторлары қажет болады. Мысалы, аммиактың алыну реакциясын еске түсірейік. N2 қосылған H2. Бұл жерде реакция нәтижесінде аммиак бөлінеді, NH3. Азот реакцияға дейін екеу, реакциядан кейін біреу, алдына 2 қоям, сутек 6 болды, алдына 3 қоям. Бұл реакция теңдеуін теңестіріп алдық. Міне, еске түсіретін болсақ, N2 мен H2 әрекеттесіп жатыр, онда бұлар бізде реагент деп аталады. Ал егер реакция нәтижесінде аммиак түзіліп тұр, онда реакция нәтижесінде алынған зат бізде өнім деп аталады. Бұл бізде қайтымды реакция, яғни реакция оңға да солға да жүріп жатыр. Біз тепе-теңдікті осы кезде бір жаққа қарай ығыстыруымыз керек болады. Яғни реакция нәтижесінде маған аммиак алу керек. Демек, мен не істеймін? Аммиак алу керек болса, оңға қарай ығыстыру үшін мен ендеше N2 мен H2-ның концентрациясын көбейтемін. Мысалы, концентрация N2 деп қояйық. Егер де N2-ның концентрациясын жоғарылататын болсам, міне, реагенттің концентрациясын жоғарылаттым, демек ол қайда ығысады бізде? Өнімнің түзілу жағына, яғни оңға қарай ығысады екен. Дәл сол сияқты H2-ның концентрациясын жоғарылатсам да оңға қарай ығысады. Ал енді керісінше концентрация аммиакты арттырайықшы, NH3-тің концентрациясын жоғарылатсам, жаңа айттық, концентрациясын арттырсақ, сол заттың жұмсалу жағы. Аммиактың концентрациясын арттырсам, демек аммиактың жұмсалу жағы бізде сол жақ, өнім жақ, реагент жақ. Демек, солға қарай, реагентке қарай ығысады екен. Керісінше концентрацияны төмендететін болсам мен өнімнің, онда осы солға қарай ығысады. Ал енді керісінше өнімнің концентрациясын төмендететін болсам, онда осы өнім жаққа қарай ығысады екен. Келесі бізде қысым есте сақтаймыз, газдарға әсер етеді. Мысалы, жаңағы реакция теңдеуін қарастырайық. N2 қосылған H2 тең болады NH3. Реакция нәтижесінде азот 2 болады, алдына сутек 3 болып кетті. Енді теңестірдік. Бұлардың агрегаттық күйлерін еске түсірейік. Азот газ, сутек газ, аммиак газ көп жағдайда өздері реакция теңдеулерінде газ екенін көрсетіп тұрады. Енді қараңыздар, газ молекулаларын санаймыз. Азоттың алдында ешқандай сан жоқ, демек 1 көлем, сутектің алдында 3 тұр, демек 3 көлем. 1 көлем мен 3 көлем бізде 4 көлем болды реакцияға дейін, ал реакциядан кейін бізде аммиагымыз 2 көлем. Енді мына жақта газдар көп екен. Енді дәл осы реакция теңдеуінде біз қысымды жалпылама арттыратын болсақ, осы реакция теңдеу үшін қысым артқан кезде газ молекуласы аз жаққа ығысады дейді. Бізде реагент жақта емес, өнім жақта, яғни оң жақта газ молекуласы аз. Демек, бұл реакция теңдеу үшін біз қысымды арттырсақ, оңға ығысады екен. Ал бұл реакция үшін қысымды төмендетсек, керісінше газ молекуласы көп жаққа. Ал бізде газ молекуласы көп жақ, ол сол жақ. Демек, тепе-теңдік солға ығысады екен. Енді, егер де қосымша жағдайларды айтып өтейін, егер де газдардың саны, көлемдері газ молекулалардың екі жақта тең болып қалса, онда ол реакция теңдеуі үшін қысым әсер етпейді. Ал және де басқа да агрегаттық күйлер, қатты деген сияқты агрегаттық күйлер кездесіп тұрса, оларды көлем ретінде санамайсыздар. Тек қана біз газдарды санайтын боламыз. Қай жақта газ молекуласы аз, қай жақта газ молекуласы көп екенін қарау үшін. Келесі, ол бізде температура. Температура экзотермиялық реакцияға және эндотермиялық реакцияға байланысты жүреді. Ал енді қараңыздар, мына кестені жатқа білсек болды, бірақ та оны естен шығарып алмас үшін былай жаттаймыз. Мысалы, экзотермиялық реакцияны мысалға алайық. Яғни, сутектің жану реакциясын алайықшы. H2 қосылған O2 тең болады H2O.
оттегі екеу, алдына 2 қоям, сутек екеу болды, 4 болды, алдына 2 қоям, иә. Реакция теңесті. Сутектің жану реакциясы, балалар, өте жаңағы жылуды көп мөлшерде бөлетін реакция теңдеуіне жатады, яғни экзотермиялық реакция. Жылу бөле жүреді. Сутек жанып жатыр, жылу бөлінеді. Енді бұл реакция теңдеуінде температураны арттырамыз. Қараңыздар, плюс Q деген жылу бөлінді деген сөз. Яғни ыстық болып жатыр, жылу бөлініп жатыр. Енді ыстық кезде температураны одан сайын біз арттырып ыстық қылатын болсақ, жақсы ма? Жаман. Жаман болса, ол солға кетеді. Ал енді қараңыз, өзі ыстық. Біз ол кезде температураны төмендетіп, оған көмектесіп жатырмыз. Жақсы ма? Ыстық кезде температураны төмендетіп салқындатса, жақсы ғой. Яғни жақсы болса оңға кетеді. Яғни жаман болса солға, жақсы болса оңға. Енді экзотермиялық реакцияны қарастырайық. Көп жану реакциялары нәтижесінде жылу бөлінетінін білесіздер, иә? Бірақ азот жанған кезде жылу бөлмейді, керісінше жылуды сіңіреді. Осыны есте сақтаңыздар. Енді N2, O2 алдына 2 қоям, NO. Азот бізде жылуды бөлмейді, керісінше жылуды сіңіре жүреді. Минус Q. Эндотермиялық реакция. Енді қараңыз, эндотермиялық реакция, жылуды азот оксид түзіліп жатқанда өзіне сіңіріп алып жатыр жылуды. Енді осы кезде температураны арттырсақ ұнайды ма? Салқын болып жатыр. Минус Q. Иә? Салқын. Температураны арттырған жақсы ма салқын кезде? Иә, жақсы. Жақсы болса оңға кетеді. Ал енді өзі салқын, температураны одан сайын төмендетіп жатырмыз. Онда ұнайды ма? Жаман ба? Жақсы ма? Жаман, иә? Өзі салқын болып жатыр, температураны төмендетіп жатырмыз. Жаман. Демек, ол бізде солға қарай ығысады екен. Яғни осыны есте сақтасаңыздар, мына кестені жаттаудың да қажеті сіздерге болмайды. Осымен біздің бүгінгі қысқа сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.